театр, грамматика, сауатты жаз. Сол грамматиканың төңірегінде сөйлесеміз. Тек әндермен байланыстырамыз бұл тақырыпты. Анау ән бар ғой, дос туралы жыр деген, я? Сода көріспесек сағыныштан жүдейтін дегенің жалғасын айтыңыздаршы. Көріспесек сағыныштан жүдейтін? Не болып талдық? Кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Дұрыс. Кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Енді осыны Made in KZ пен жігіттер тобы қалай айтады, тыңдап алайық. Сендер отыра беріңдер. Кеттік. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досыңнан. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досыңнан. Бірден келісіп алайық. Ой, осы қызақ қате шығарғышы демеңіздер. Егер бір елдің ахуалын білгін келсе, даму деңгейін байқағын келсе, алдымен әніне құлақ тұр деген Конфуцийдің сөзі бар. Опмай, чип-чип-чип деген әндерді талқыламаймыз, қорықпаңыздар. Жаңағы айтқан дос туралы жырдағы қатені түсінген шығарсыздар, я. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған бұл әнді кім бар жақын бала күнгі досыңнан деп айту керек, өйткені досыңнан деген сөздің мән мағынасы сода болып тұр. Кім бар екен бала күнгі досыңнан емес. Әйтпесе шумақтың соңы бекерге досыңнан деп аяқталып тұрған жоқ қой. Досыңнан жақын кім болуы мүмкін, е? Бұл енді ақынның емес, орындаушылардың дұрыс түсінбеуінен болған лексикалық қате, ал әу баста өлеңі дұрыс жазылмаған қандай ән бар? Көздерің әдемі көріктен қандай, жанары жалғандай, жүректе қалғандай, қалдым шырмалып жай-жай. No need to hide, көргендер қағады таңдай, барамын асық боп, өзіңе ғашық боп, қалдым мен сүйіп, махаббат әлемі сондай. Бұл айқынның YouTube платформасындағы 7 миллионнан астам қаралым жинаған әні ғой. Әнге келгенде айқын сирек қателеседі, бірақ сөзіне де мән берсе, ана тіліне деген құрметі болар еді әрине. Көздерің әдемі, көріктен қандай, жанары жалғандай, жүректе қалғандай қалдым-ау шырмалып жай-жай дегеннің жайына тиіспейік жақсы. Көздерің әдемі дегеннің тек ұйқас үшін жазылған анық, әйтпесе қазақ тілінде көзің әдемі деп айтылатыны 5 жастағы балаға да белгілі. Жалғандай, қалғандай, шырмалып деп екпіннің қате айтылуын тағы байқаймыз. Бұл туралы Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Балнұр Қыдырбек былай дейді. Дұрыс сауатты жазылған шығармада сол екпіндер сөздегі екпінмен музыкада екпін сәйкес келу керек. Қазіргі әннің бәрін тыңдап көрші. Кім не айтып жатқан, қай тілде жатқан түсінбейтінін, орысша әні болсын, қазақша болсын, екпіндері сәйкес келмейді. Музыкадағы екпінменен, жаңағы әуендегі екпінменен, сөздегі екпін сәйкес келмейді. Махаббатқа батамын. Жаңағыдай айтқан кезде ба, сосын тамын деген сөз деп ойлайсың. Ал ағылшын тілінде жаңағы екпіннің барлығы тілде, ағылшын тілінде бірінші буынға тиеді. Сонда, мәселен, қазақ сөзімен француздың әндерін мәселен айтсаң, кішкене әдемілеу шығады қазақшылар сияқты. Ал ағылшындардың Битлстың әнін қазір қазақ сөзін салсаң, бүт-жұт болып шығады, түсінбейсің не айтқанын. Осы тұрғыда айтарым, қазір қазақ эстрадасы жоқ, қазақ әні жоқ. Әннің бәрін қазақша қылып тұрған тек қана сөзі. Енді сөз қадірін білет деген экс-музарттық Мақсат Базарбаевтың «Қызғанамын» әнінен үзінді тыңдайықшы. Көзімнің қайнарында, жүректің қойнауында, сақтаймын ойларымды. Мейлі енді көздің қайнары бола берсін, ақынның қиялы деп қабылдайық. Бірақ ойларында сақтайтыны қиын болып тұр, ойында сақтаса да жетіп жатыр ғой. Әрине, бұл тізім ұзын сонар, тіпті «Кеттілақты ол тыңдамайды, қуып шай ол айғайлайды» деген әнді де тыңдап жүрміз. Тілге деген бейқамдығымыз тағы қай жерден көрінеді, білесіздер ме? Караокелерде 10-15 жылдан бері жаңармаған қазақ әндері және оларда өріп жүрген қателерді түземек түгілі қалыпты дүние сияқты қабылдайтынымыз. Керек инфо сайты мынадай суреттерді жариялап еді, ұсынайық. Көрікті арманымыз көріп тарлан болып кеткен,
тілекші өзің тілек жүзіңге айналған, аққудың қанатында да иман пайда болған, тәңірден сұраған емес әмірден сұраған болып кетіпті. Айта берсе көп енді, оны автордың немесе орындаушының өзіне айтып заң жүзінде түзетуге болады екен. Оған да құнттамай жатамыз, алда ескерерлік дүние, сапалы әннің сөзі де сапалы болады, сапалы арнаның жарнамасы да сапалы болады.